Жетім қыз болдым. Сәби болып омырауға жарымаған, бейбақ едім. Тірі пенде болғасын тағдыр қатал болса да бәріне көніп шыдадым. Ап-арық мүсінім бар. Жетімдіктің зардабы шығар. Тоя тамақ жемейтін мен еш уақытта семірмедім. Әлде жаратылысым сондай ма екен? Өз жасымдағы қыздардан әлдеқайда кішкентай болып бойжеттім. Анау айтқанда түрімде жоқ. Қытай қыздары сияқты сығырайған көздерім бар. Оның үстіне кекілімді үнемі жеңгем тарылтып қиып тастайтын. Сондағысы биттен кетесің, ана қыздарға битіңді жұқтырасың деп ұсқынымды одан әрі кетіріп, шашымды қиып тастай беретін. Өзінің қыздарының шаштарын еш уақытта қимайды. Сол қыздардан қалған тар көйлектерді киіп өстім. Олар менен кіші болса да киімдері кейде болса кейде болмайды. Солай өскенмен әркімде жалтақтап, кім не десе келісе беретін адам болдым. Қайтейін енді, батылдық деген нәрседен жұрдаймын. Әкем өмірде бар, бірақ көргенде білгенде емеспін. Анамды естуші едім. Әкем үшін өзіне қол салған болу керек, жеңгем бірде солай айтқан. Сол күннен бастап көрде жатқан анамды жек көріп едім. Мен осындай азапты өмірге тастап кеткеніне қатты өкпелі болдым. Біздің мектепте үлкен апай болды. Мінезі сондай жуас, өте қарапайым. Сол апай ғана мені жақсы көрді. Ол кездері ол апайдың жасы 40-тан асқан уақыты. Ұлдары да үйлі болып жан-жаққа көшіп кетті. Қолында кенже ұл отыратын. Ол жігіт менен 7 жасқа үлкен. Ішетіні бар. Былай еститін едім. Мен мектеп бітірген бойда әлгі апай маған құда түсіп келді. Жеңгемнің мені бергісі келмеген, бірақ нағашы ағам алғаш рет жеңгеме қарсы шығып, қызды жібер, бағын байлама деп еркек секілді нақты шешімін айтты. Аттестатты қолыма алған бойда әлгі апайымның ұлы алып қашты. Мені шешесі үшін ғана алғандай, әйтпесе маған ешқандай сезімі жоқ екенін көрініп тұр. Бәрінен де апайым қуанып жүр. Келінім емес қызым деп барлық жағдайымды жасады. Апайымның 3 ұлы ғана бар, жастайынан жесір қалған. Мені көрсе өзі қызы секілді қарайтын. Маған жақсы тағдыр сыйлағысы келген. Енем сол үшін ұлын қинап, мені келін етуін қалапты. Тентекте ұлы әзер келісіп, енді міне ақ келін атандым. Бірақ өкініштісі, күйеуім мені мүлдем жақсы көрмеді. Оңаша қалғанда. Сендей ұсқынсызға қалай үйлендім мен, анамның айтқанын неге тыңдадым екен деп, кәдімгідей өкінетінін ашық айтатын. Енем мені таныстар арқылы колледжге түсірді. Ешқандай білімім болмаса да, ақшаның күшімен оқып бастауыш мұғалім болу үшін тырысып оқып жаттым. Енем айлығынан оқу ақшасын төлеп отырды. Пәтер ақысын қайнағамдар арасында бөлісіп салып отырды. Тамаққа ақшаны өзіміз табуымыз керек. Күйеуім деген аты болмаса, 2 ай өтсе де маңыма жолаған емес. Әр жерде бір жұмыс жасап әйтеуір күнделікті тамақта келеді. Кейбір күндері түкте келмейді. Мен де сабақтан шығып үй жаққа жақын кафеде ыдыс жуып күнделікті жолақыға ақша жинап жүрдім. Енем ауылда тұрды. Ауылға үйреніп қалғандықтан ба, әлде қара шаңырағын қимайды ма, әйтеуір қалаға келгісі жоқ. Әйтпесе үлкен ұлдарында шағын бизнесі бар, әжептәуір өмір сүріп жатыр жандар. Абысындарымда сылаң қаққан сұлулар, менің де сондай болғым-ақ келеді, бірақ олар мені өздеріне жақын тартып немесе жылы шыраймен қараған емес. 2 абысыным өздері бөлектеніп мені қатарларына қоспады. 6 ай бойы күйеуіммен артық әңгіме айтпай, бөлек жандар секілді өмір сүріп жаттық. Ол үнемі түнде үйде болмайды. Сөйтсем түні бойы карта ойнайды екен. Оны кейін білдім. Үнемі тапқан ақшасын нанға ғана жетеді. Қалған заттарды енем ауылдан салып отырды. Байғұс енем мені тозақтан құтқардым деп жүр ғой. Бірақ қайдан білсін бір тозақтан екінші тозаққа әкелгенін. Жаңа жыл. Білмеймін, күйеуімді өзіме жақын тартқым келіп, жаңа жылда азын-аулақ продуктілер алып келіп, дастархан жаймақшы болдым. Шарапты алдым. Ойым шарап ішіп, мастықпен бір ерлі зайыптылар боламыз деген нәрсе келді. Күнделікті қасымда жүрген соң, оның ашық денесі көргендіктен бе, әйтеуір күйеуімді құшқым келеді. Не десе де ол менің күйеуім ғой. Түбі маған қарайды. Мен оның әйелімін деп өзімді босқа үміттендіріппін. Ол кешке келіп, киім ауыстырып алатыны бар.
Соған дейін дастарханды жайнатып, өзімді де кішкене әрлеп, әдемі көйлегімді кидім. Бұндай кезде кеште батып болмайды ғой, жүрегім дүрсілдеп қобалжып барамын. Көз алдыма күйеуіміз екеуміз отырған керемет кеш елестей береді. Мен ойлаған кеште әзер батты. Есік ашылды. Дереу шайды қойып, тамақты түсіріп үлгердім. Шай тамақ дайын тұр деп дауыстадым күйеуіме. Біртүрлі көзбен қарап, үнсіз столға отырып тамақ жеді. Сосын маған тесіле қарап, мына столды дайындау үшін ақшаны қайдан алдың деп сұрақ қойды. Мен қобалжып, ақша жинадым. Бастық бүгін кішкене көбірек берді, жаңа жыл болғасын дастархан жайып. Қалған сөзімді тыңдамай ашуланған күйеуім: ай қарап жүрмеген екенсің. Бастық дейді ғой, көтіңді бергесін ақшасында көп берген екенін білмей тұр деп ойладың ба? Бұрын мен қалай ойламағанмын деп столды жұдырықпен бір қойды. Қатты қорқып жылап жібердім. Менің ақталғанымды ол тыңдамады. Столдың үстіндегі шарапты алып, менің шашымнан ұстап, қинап шарапты тұншықтыра аузыма құйды. Мені өзінше алдамақ мисыз. Мен сенен бұрын бәрін білемін. Қара да тұр, сенен қалай ақша жасайтынымды деп үйден шығып кетті. Мен еріксіз ішкен шараптан аяқ қолым әлсізденіп жатқан жерімнен тұра алмадым. Көп ұзамай күйеуімнің және басқа еркектің даусынан оянып кеттім. Ол үйге басқа еркекті алып келіпті. Оған ақша қарыз болу керек. Мәке, мына қыз ешқандай еркек көрмеген, свежий. Қанша суткаға аламыз десеңіз де өзіңіз біліңіз. Солай келісейік. Мәке, ал жақсы деп шығып кетті. Мен енді ұққандаймын бәрін. Ол қарыз үшін мені әлгі нақұрысқа сатып кетті. Ол сорлыда 5 әрпіне ие болмайтын біреу. Түк көрмегендей жабысып түгімді қалдырмай 3 күн бойы білгенін жасады. Қанша жылап жалынсам да босатар емес. Есірт кісі бар, соны шегіп алып ештеңкеге қарамай адамды қинады. 3 күннен соң күйеуім келіп, олар өзара есептесті. Содан кейін күйеуім маған: қане қаншық, тұр жуын сасымай. Кешке тағы клиент келеді, дайындал деп бұйыра сөйледі. Мен жылап кешірім сұрап босатуын өтіндім. Аяғына жалындым. Сол сәтті пайдаланған ол тағы да мені соққыға жығып: мен де сенің рахатыңды көрейін. Қане, аш аузыңды деп 2 қолымен аузымды ашып, әбден қинады. Қатты қорланғанымдай, қажетін алып болған сорлы: кешке келген клиентіңе осылай жаса, ақшаны көп төлейді. Осыдан қыңсылап жылап көр, бұдан да сорақы жазаны қолданамын деп ашулы түрмен қатаң түрде ескертті. Балконнан секіріп өле қалғым келді. Бірақ күйеуім оны құлаққа салып, кілтін қалтасына салып алған. Кеш батты. Менің тағы да азапты 4-ші күнім. Келген еркекке жалынып жылаймын. Оларда жүрек жоқ азғындар. Тек тесік болса болғаны, итеріп шығарғанына мәз өңкей сорлылар. Ақшасын күйеуім әлдеқашан есептесіп алған. Таң атпай есік қоңырауы соғылды. Күйеуім деп ойладым. Жартылай жалаңаш денеме қарамастан есікті ашып қалып шок болдым. Келіп тұрған енем екен. Түрімді көріп шошып кетті. Кәдімгідей жезөкше сияқты түріммен есікті аштым ғой. Түнімен мені итерген еркекті оянып бөлмеден шығып: неге ерте келді? Менің әлде уақытым бар еді ғой деп айғайлады. Енемнің көзі шарасынан шығып кетті. Ах, оңбаған, сен нағыз жәлеп екенсің. Ұлымды бекер саған қосыппын, оңбай кеттікір деп бетіме түкіріп кете барды. Ал мен есім ауып сол жерде жылап отыра беріппін. Енді қалай ақталамын? Өз ұлы мені осы жолға салғанын қалай айтсам да маған ешкім сенбейді. Сол күннен соң менің күйеуім басқа пәтерге ауыстырды. Енді маған ешқандай өмір қызық болмай қалды. Әлде күйеуімнен қорықтым ба? Әйтеуір соның дегенімен неше түрлі еркектерді қабылдап, нағыз жезөкше болдым. Ауылдың бәрі мен туралы естіген. Оқудан да шығарылдым. Енем ақша төлемей қойды. Күйеуім үшін 3 жыл жезөкше болдым. Соңғы уақытта келген клиентім себепсізден себепсіз мені аяусыз ұрып, қолымды сындырып кетті. Ауруханада жатып ұзақ ойландым. Не үшін мен өзімді сонша тастап жібердім? Неге әр еркектің ойыншығы болуым керек? Жоқ, мен өзгеремін. Өзімді жаман жолдан тек өзім ғана сүйреп шыға алатынымды білдім. Қасымдағы әйелге барлық жағдайымды айтып, ақша сұрап алдым да, күйеуім кеткен кезде ауруханадан қашып кеттім. Басым ауған жаққа бара жаттым. Ешкім мені танымайтын, ешкім мені білмейтін қалаға автобуспен бардым. Паспортым жоқ. Күйеуімнің қолында барлық құжатым қалды. Шағын тойханаға жұмысқа тұрдым. Ыды шуып қатты шаршайтынмын, десе де шыдауым керек.
Қолым босай қалса аспазшы қыздарға көмектесемін. Солай жүріп, ол қыздармен танысып, үйлеріне бірге тұра бастадым. Айлығым да көбейді. Еденді де жуып үлгеріп, ыдыстыға да жуатын болдым. Бастық риза болды. Өзім сондай талдырма жарық болсам да еңбектен еш уақытта қашпадым. Сол еңбектің жемісін көрген қазір кәсіпкер болдым. Шағын кафе аштым. Кезінде аспазшы болдым. Бастықтың жақсы көмекшісі болып жүріп, өзіме ақша жиып осы бір шағын кафесін сатып алдым. Менде байлық бар, бақыт жоқ. Біраз еркек артымнан жүгірді. Ешбіреуіне қарағым келмейді. Барлығы тек зорлықшы еркек емес, ез сияқты көрінеді. Өзімді аялайтын, сыйлайтын еркек маңдайыма жазылмапты. Қазір жасым 40-тан асты. Экоға жүгініп балалы болғым келді. Бірақ ол да болмады. Кезіндегі жаман жолға түскенім балалы болуға кедергі. Кәсіпкер болғалы менен сырт айналған жеңгем қайта-қайта іздеп келіп жүрді. Менімен араласқысы келеді. Осында бір жолыққанда айтқаны, баяғы күйеуім деген нақұрысты біреулер пышақтап кеткен. Содан жан тапсырып, анасы ауылдан бір жола көшіп кетіпті. Менің ішімде әлі күнге дейін шындық жатыр. Енемді бір іздеп барып, сол бір шындықты айтқым келеді. Бірақ енді еш нәрсені өзгерте алмаймын ғой. Өлген адамды кінәлаудың өзі де ауыр шығар. Бірақ ішіме де сыймайды.